Ақша емес, маған сіздің денсаулығыңыз дұрыс болу керек. Жылда пантогематоген шығарамыз, оны жылда лабораторияға апарып, анализдарын шығарып, составын шығарып, тексеріп отырмыз. Біздің пантогематоген ол онкологияны емдемейді. Мүйізін кесіп алып, бірден сол жерден стақанға құйып, бірден ішіп жатады. Қытай мүйізден пантокрин жасайды, оны ішкізеді. Біз пантокриновый ваннаға түсіріп жатырмыз. Сіз айтып отырған, ұсынып отырған өнімдер медициналық тұрғыда дәлелденген, нақтыланған сертификаты бар ма? 3-4 күн арасында денеде өзгеріс болады. Қызы 2 балдақпен келді. 4-ші күн балдағын тастады, құшақтап мені жаңағы. Ассалаумағалейкум, көзі қарақты көрермен. Әдеттегідей Леп подкаст кезекті рет назарларыңызға ұсынып отырмыз. Тізгінде мен Арнат Дүйсен және менің әріптесім Даяна Тоқберген. Бүгін бізде Даяна ерекше қонақ. Өзің көріп отқандай, құрметті қонақтар, талай жанның дертіне шипа тауып беріп жүрген ерекше жан және Зәру брендінің негізін қалаушы десек те болады ғой. Бану Тілегенова. Қошеметтеріңіз. Бану ханым, қош келдіңіз, көңіл-күйіңіз қалай? Өте жақсы. Жақсы, сұхбатымыз. Көңіліміз всегда жақсы. Қош келдіңіз. Күні кеше ұлттық өнім 2026 ұлттық байқауында жеңімпаз атандыңыз. Сол туралы айтып өтсек, сіз қай жақтан келдіңіз, қандай өнім ұсындыңыз? Біз деген Ақтөбе облысы Мартөк ауданынан келіп отырмыз. Біз деген бренд Зару, ол деген марал өніммен шипажай. Сол жерде бізде жаңа санаторий. Маралды біз деген 2017 жылы Мартөк ауданға алып келдік. Шығыс Қазақстаннан 150 марал келсек, қазір бізде 400-ден астам маралымыз бар. Оның өнімін мына бізге емге келеді. Мысалы, 1928 жылдан 1935 жылға дейін профессор Павленко соның научный жұмысымен біз жұмыс жасап жатырмыз. Ол жерде маралдың өнімі тұқайынан мезіне дейін емге келеді. Соны қазіргі мезгілде осымен биыл 8 жыл болады. Дамытып, оны маралдың қанынан пантогематоген настойка жасаймыз. Оның құрамында 65% магний бар, 18 аминокислота бар. Мысалы, әлемде әрбір адамға денесіне 22 аминокислота керек. Бұның составында 18 бар. Уже күші бар зат. Сонымен басында адамдар көп білген жоқ. Қазіргі мезгілде алдында 60 адамдық бір корпус болса, қазір біз деген 16 корпусын салдық. Именно реабилитация бірінші, екінші, үшінші топ мүгедектерге, балдарға. Бұл өте күш қуат береді. Қанды өзгертеді. Қанның составын, құрамын. Бұл керек, как активная биологическая добавка, адамға 3 жастан бастап балдарға беруге болады, ішкізуге. Бұлай емге сустав, бел аяқ ауыратын адамдарға, сосын операциядан кейін денсаулығы иммунитеті түсіп кеткен. Қалпына келтіру үшін. Иммунитеті түсіп кеткен адамдарға өте жақсы. Енді біраз адамдар біледі, қазір көп бізде Ақтау, Атырау жақ, Алматы, Астанадан келеді, шетелден, қасымызда Россиядан, Казаньнан келіп жатыр. Бөтен жақ өте жақсы біледі. Мысалы, Китайда келеді, Азербайжандары келеді. Білетін адам осындай натуральный ем іздеген адамдар келеді. Тауып алып жатыр. Бірінші жылда ашылғанда бізде деген пандемияға дейін ғой, біз 18 жыл ашылдық. Сонда адамдар Германиядан келді, Америкадан келді. Аз, 3-4 адам обязательно сол жақтардан естіп, ютубтан, неден тауып алады. Сол ерекше ем біздің елімізге өте керек бұл деген. Бірінші байлық, ол денсаулық. Панта ем деген кезде бірден Қазақстанның шығысы ойға оралады. Жалпы маралды батыста өсіру қиын болған жоқ па? Бізге басында өзіміз 2008 жылдан бастап Катонқарайға талай бардық, ем алдық, көрдік. Енді ағаларыңыз, бұл деген бізде отбасылық
Бизнес. отбасылық кәсіпкерлік 1993 жылдан бастап бірге жүрміз. Мына 2008-де барып жүрдік. Содан 16 жылға дейін 5-6 рет бардық. Қалада тұрған адамбыз ғой, енді онда мен алдында емханада жұмыс жасадым, өзім дәрігермін, жолдасым мал дәрігер. 2016 жылдан бастап ағаларыңыз ауыл жаққа көшейік, қаладан шаршап кеттім, бір өзім мамандығымен жұмыс жасайын деген адам ғой. Онда мен айттым, мен сені қолдаймын, барамыз. Но мал сиыр мен қой бағуға бармаймын, бір ерекше бірдеме болса барамын деп. Бір күн айтады маған, Марал әкелейікші. Қатон-Қарағайда бар ғой, талай барып жүрміз. Сосын мен айттым, әкелсек сразу санаторий саламыз. Ол мезгілде біз уже білдік, Маралдың өнімі денсаулыққа өте пайдалы екен. Сосын өзіміз бизнес-план қойдық, құрдық, неттік. Сосын Қатон-Қарағайға мына Өскемен облыс, Улановский район, Багратион деген КХ сол жерге барып, Василий Григорьевичпен Варапаймен кездесіп, бәрін қарап, қалай не болу керек, қандай пайдасы бар. Енді оның алдына дейін кітаптарда да оқыт, талай несін. Келістік, ол кісі айтты, көмектесемін, Ақтөбеде маралдар болады, олар тұрады ол жерде деп. Мысалы, біздің Ақтөбе облысымызға, өзіміздің мына Мартоқ ауданымызға жерге сіңді. Мысалы, 150 марал болса, қазір уже 400 бастан асты. Енді 2 жылдан кейін 10 жылдық болады, 10 жылдыққа дейін сол басын көбейтеміз деп отырмыз. Тұқайынан, мүйізінен бәрі емге кетеді. Бәрі жасалынады. Сіз айтып отқан, ұсынып отқан өнімдер медициналық тұрғыда дәлелденген, нақтыланған сертификаты бар ма? Пантогематогеннің біздің қарқаларық сертификаты бар. Международный сертификат 27 мемлекетке шығаруға мүмкіншілігіміз бар. Былтыр біз елдің жаңа президенттің алтын сапасын алдық, премиясын. Именно осы өзіміздің жаңа шығарып атқан өнімізге, өзіміздің жасап атқан жұмысымызға. Бұл деген елімізге керек зат. Әрбір продукт біз шығарып атқан, бәрінің патенті бар, свидетельство бар. Жылда пантогематоген шығарамыз, оны жылда лабораторияға апарып, жылда лабораторияда жаңағы анализдарын шығарып, составын шығарып, тексеріп отырмыз. Жылда өзгеріс бар ма, өзгерісі жақсы жаққа кетті ма, наоборот төмендеп кетті ма, сондайға жылда тексереміз. Бірдей болып жүр. Жылда анализдары бәрі жақсы, составы жақсы. Мысалы, тағы айтайын деген, маралдарды біз адамнан дұрыс қарау керекпіз. Соны сұрайын деп отқан ғой мен. Маралға қандай күтім керек? Маралға өте жақсы күтім керек. Уақытымен прививкілерін жасап, неше түрі оларды ауырады ғой. Неше түрі сосын состав өзінің жаңа күтімі жақсы болу керек. Енді марал деген адамда сияқты ғой енді. Жақсы күтімді болса, оның жаңа өнімі де жақсы болады. Енді көтерем, жаңа ауырып жүрген маралдың қандай одан ем болады. Сонымен біз ерекше қараймыз. Өзіміздің маралды бағатын 400 маралға 4 ветеринарный врачымыз бар. Өзіміздің лабораториямыз бар. Былай айтсақ, маралдың ағаларың ветврач қой, ол мысалы біз аулар келеді ғой, бізде өзіміздің сиырларымыз да бар, қойларымыз. Санаторияға натуральный продукты береміз. Өзіміздің етіміз, өзіміздің қаймағымыз, майымыз, сүтіміз, айранымыз натуральный продукт полностью санаторияға. Мысалы, біз аулар келеді ғой, сиырдың біз ауы. Оның күш қуаты болсын, жақсы болсын десе, пантогематогенмен прививка жасаймыз. Бір-бірімен байланысты дейінші. Прививка пантогематоген, оны біздің ветеринария біле ма, білмей ма. Но бұзаулар өте төзімді, өте жақсы, тез өседі, тез жаңағы не... Көңіл күйі де жақсы. Көңіл күйі де жақсы, өте сондай болады. Жаңа бір сөзіңізде айттыңыз, 3 жастан бастап балаларға пайдалана беруге болады деп. Пайдалануға болмайтын қарсы көрсетілімдері бар адамдарға, денсаулықтарына бар ма, әлде кез келген адам пайдалана берсе бола ма? Бұның жаңағы пайдаланылмаңыз деген жоқ. Бұл деген мына адам деген енді қан бар ғой составында, құрамында қаны бар.
сол қанды кім не переносит дейді ғой орысша айтқанда, непереносимость организма. Ішкісі келмей, мықты ұнамайтын адамға ішпеу керек. А былай деген оның аллергический состояние келгізбейді. Бұл аллергияны, наоборот, түсіреді. Аллергия кетеді, астматический синдром, жөтелдер, постоянный простудный заболевание. Мына 3 жастан бастап балдарға ішу керек, күш-қуат иммунитетін көтереді. Қазіргі балдар, кішкентай балдар деген жөтелсе, ауырса, бір жет емес, бір ай жөтеліп жүреді, жаңа аппетиттері жоқ, тамақ ішпейді. Бұдан кейін аппетит көтеріледі, иммунитет көтеріледі. Мен өзім қан түрінде ше ма сонда? Ол деген составы қан емес, ол деген уже деген мына қанды аламыз. Ол жаңа Мен түсінбей тұрмын. Қазір түсіндіріп айтайын. Маралдың қанын алғаннан кейін оның плазмасын аламыз. Плазма кеткеннен кейін ДНК, РНК код кетіп қалады. Сонда таза альбумин қалады. Альбумин ол уже дәрін ретінде саналады. Сол альбуминді неше түрі лекарственный препараттарға қосады составына. Мұның ішінде альбумин бар, енді натуральный продукт. Оның ішінде сахарный сироп болады, өзінің құрамы болады, и 5% спирт бар. Спирт деген ол жаңа сақталуы үшін керек. Мысалы, сумен бұзылып кетпесін. Да, бұзылып кетпесін. Ол сумен сақталмайды. Тек мына спирт содержащий, мына аптекадегі неше түрі спирт содержащий бәрі. Жөтелдікі болсын, сердечный болсын, сироптарда 2%, 3%, 5%-қа дейін, одан да выше жаңа составында спирт болады. Біздің пантогематогеніміз 2 жылға дейін сақталуға болады. Сонымен мына шетелге де шығуға болады, жаңа шығаруға болады. Бізде енді спрос көп болып тұр. Но біз оборотымыз ондайға жетпейді. Мысалы, жылына біз 4 тонна шығарсақ, ол деген қазір филиалдарымыз бар ғой, Астанада, Алматыда бар. Астанада точно болады, наверное. Қайта Астана деп шыға береді ғой. Алматыда бар бізде, Ақтөбенің өзінде бар, жаңа районда бар, основной санаторий. Жоқ, Қостанайда, железнодорожный больницаның ішінде санаторий Зару Қостанай бар. Біздің франшизамен жұмыс жасайды. Биыл 3-ші жыл жасайды. Басында 20 адамдық болса, қазір олар 60 адамдық ашты. Сұрамы бар. Сұрамы бар. Жаңа енді өнімнің жаңа пайдасын көргеннен кейін басқа адамдар да келіп жатыр ғой. Жаңа сұрап атқан көп облыстар бар. Енді Атырау сұрап отыр аштыртуға. Енді мен ойлаймын, әрбір бізде, әрбір облыстарымызда болу керек аймақта. Мысалы, бұл денсаулыққа өте жақсы. Бұл деген табиғаттың суы мен балшық емес. Бұл деген адамның именно қан құрамын, денсаулығын, күш-қуатын көтеретін зат. Сосын біз тағы бір неміз, ол панты сабын шығарамыз. Маралдың қанымен сабын. Ол деген мына псориаз, кожные заболевания, дерматит, неше түрі высыпание, аллергический шығады ғой. Соған өте жақсы. Ол таза, коллаген, сосын ожог, мынандайларға өте жақсы көмек береді. Сіздің өнімге тапсырыс беру үшін қайда жүгіну қажет? Қайда барамыз? Бізде енді инстаграмымыз бар, телефондар бар, жаңағы неше түрі выставкаға шығамыз, өзімізден жаңа көрсетіп, елімізге жетсін деп. Табуға болады. Зару, Нижний пробел, Ақтөбе инстаграмымыз бар. Осы жерде қойып қоямыз. Осы маралдың қаны деген кезде әлеуметтік желіде көп көріп жатамыз. Жаңа мүйізін кесіп алып, бірден сол жерден жаңа стақанға құйып, бірден ішіп жатады. Бұл менің жеке өз көзқарасым бір ерсі көрінетін секілді, ерсі дүние сияқты. Сіз енді дәрігер ретінде осыны түсіндіріп жіберсеңіз қаншалықты дұрыс? Енді жаңағы тибетский жаңа медицинамен оны ішуге болады дейді. Мен дәрігер ретінде айтам, оны болады ішуге, но көп ішуге болмайды. Например, 3-4 рет, 5 рет көп болса. Но күнде, мысалы, пантогематогенді 1 айға дейін ішуге болады, 2-7 ішуге болады. Мына балдарға 3 жастан 10-15 күнге дейін беруге болады. Таза қанды 10-15-20 күнде ішуге күнде болмайды. Оның қанның жаңа
маралдың жеті атасына деген қазақтар айтады ғой, неше түрлі денедегі аурулар болады, оны біз Сақталып қалуы білмейміз мүмкін. қай жерде қанда сақталатын. Пантогематоген жасалғанда, мен жаңа айттым, жаңа таза плазмамен шығарғанда РНК, ДНК код, ол деген код баяғы жаңа денедегі сақталатын зат. Ол кодтар бәрі шыққаннан кейін таза альбомин болады. Менде андасында болады, ішемін, мүйізін кесіп атқанда. Ол жерде дәмі ерекше, но көп адамдар өздері айтады, мен кеше ішіп едім, мен өзгеріс байқадым деп. Оны насколько, но өзіме қызық. Басында қорқатын едім. Даже Катон-Қарағайға барғанда, ол жерде жаңа арақ қосып береді, спирт қосып береді. Сол дұрыс. Мысалы, сол жердегі спирт не болып жүреді? Дубит же, она же инфекция убивать етеді. Инфекция не етеді, ішінде, даже қан ішінде какой-то инфекция болса, ана спирт, арақ, енді процентовкасы бар ғой, ол сол жерде не болады. Былай былтыр мен бір-екі рет ішіп көрдім, прям тазасын. Но қызық екен, басында қорқатын едім. Былай маралдың қан только қан болғанда уже бізде ол қан емес, ол уже пантогематоген, активная биологическая добавка болып жүреді. Жақсы. Ал сіз үшін жаңағы зару ол бизнес па, жоқ әлде бір миссия деп ойлайсыз өзіңіз? Қалай көзқарасыңыз қандай? Мен бұны ойлаймын бір миссия. Алла тағала бізге осындай жол салып, осындай ерекше бизнес ашуға алдымызға келген зат деп ойлаймын. Өзіміз деген неше жыл қалада тұрдық. Қазіргі мезгілде осымен уже 8-9 жылға жыл кетіп баратыр. Ауыл жаққа көштік. Басында ойлап едім, санаторий ашамыз, жаңағы Маралға келеміз, хозяйство болады, жұмыс жасай береді, өзіміз қалада тұрамыз деп. Ол болмайды екен. Өзің қасында жүріп, өзіңнің ойың, өзің басыңдағы жаңағы идеяңызды ешкім жасай алмайды, өзіңіз жүрмесеңіз. Қазір ағаңызбен бірге со Маралдың басында, ауылдың даже шетінде бір фазенда дейді ғой. Үйіміз бар, сол жерде хозяйствомыз бар, малымыз бар, маралымыз бар. Қаладан почти 75 шақырым жер. Жақын, бір сағаттық жер уақытында барамыз. Сол айтайын дегенім, ауыл жер қазір жақсы дамып жатыр ғой. Ауылдың таза ауасы, таза тағамы не жетсін оған. Қазіргі мезгілде бұл деген біздің енді отбасылық кәсібіміз. Өзіміздің 3 баламыз, 8 немереміз бар. Үлкен немереміз 17-те. Олар да ше ма? Олар да шет. Пантогематоген настойканы ішкіземін. Ең кішкентайы қазір 3 жаста. Жылына бір рет обязательно ішкіземіз. Қазір каникул басталады ғой. Алматыдағы немерелеріміз келеді, уже осымен 13, 12, 13 жастан бәрі бізге келіп жұмыс жасайды. Денсаулығын жақсартады. Еңбекке баулу. Еңбекке үйрету керекпіз. Балдарды, немерелерді үйрету керекпіз. Еңбек білмеген, еңбекті қалай жасау жолын білмеген бала ертең калека болады. Ол өзін нанын таба алмай отырады ғой. Даже қазірге қарасаң, жастар деген дұрыс сыпыра алмайды, даже дұрыс күрек ұстай алмайды ғой. Соның бәрін мына атасы деген ер немерелерімізді жаңа сваркаға үйретеді, жаңағы маралдың қанын алады, заготовка қалай жасауға, неше түрлі затқа бәрін аппаратпен сиырде сауады. Бәрін олар ертең осыны көріп үйреніп қалғаннан кейін, өмір деген біз бітеді ғой бір күні деген. Осының бәрін үйренсе, солар алға алып кетеді. Білет, көргенін, жасағанын көрген адам соны ары қарай дамытады. Ол көрмей, дымда білмей, қолына ұстап көрмеген затты қалай оны біреуге айтады, ананы істе деп өзі де білмесе. Сол айтайын деген. Жақсы. Сіздің осы табысқа жетуіңіздің сыры неде? Қандай қасиеттердің арқасында жеттім деп ойлайсыз? Енді бұл табысқа жету, бұл деген отбасылық, бірге, бірін-бірімізді қолдап,
ағаларыңыз қолдап, мен оның айтқанын қолдап, бір-бірімізге где-то шыдамды болып, талай болады ғой отбасыда, айтпайсың, что бәрінде прям идеально дегенде орысша айтқанда. Идеально болмайды. Идеально болады бірін-біріңізді, бірін-бірімізді қалай айтады? Түсініп, қолдап, сыйластықпен бірін-біріңізге уступать етіп, бірін-біріңізге ағаңыз айтты, барайық дегенде мен оны қолдадым. Қазіргі мезгілде біздің миссиямыз не столько там табыс табып, табыстан баюға. Біз деген мына енді ауыл жердіктегі жұмысымыз, ол болашаққа елімізге қалатын жұмыс. Бұл деген еліміздің денсаулығы үшін. Көп адамдар осы денсаулыққа зар болып жүр. Көп адамдар ақшалары бар, жағдайлары бар, шетелге барып емделеді. Солай ғой. Біз деген еліміздегі мына маралдың өнімін өзіміздің елімізде дамыту керекпіз ғой. Өзіміздің елімізге жеткізу керекпіз ғой. Катонқарағайға барғанда, осыны ашамыз деп, сөйлесіп, танысып барғанда, сол жердегі маған кәсіпкерлер айтқаны, не істейсіңіз, санаторий ашып, оның расходы көп қой. Сіздер маралды өсіріңізде, өнімін шетелге сатсаңыз, содан табыс тауып отырасыңыз. Менің айтқаным бар. Мен өзім жолым бар, алдыма қойған мақсатым бар. Бұл нені өзім еліме неге жеткізбеймін, неге мен оны шетелге апарамын, шетелге неге жеткіземіз, неге өзіміздің елімізде білмеймін, неге олар деген 18 ғасырдан бері біздің Қазақстаннан жақсы өнімдердің неше түрін бөтен ел алады, неге біз соны түсінбейміз. Адамға өмір сүруге не керек, былай қарасақ, жақсы өмір сүруге не керек? Денсаулық керек. Бірінші денсаулық. Ақшаң миллиардтан асып атса да денсаулығың болмасаң, ол саған көмектеспейді. Бақыт деген ақшада емес, байлық деген ақшада емес, байлық ол деген біздің еліміздің байлығы. Әрбір адам елімізде бай болса, бәріміз бай боламыз. Сол осы өнімді, осындай ем бар екенін өзім еліме жеткізуге, соған жеткіземін деп отырған адамбыз біз қазіргі мезгілде. Енді көбіне таңғаламын өзімде. Біраз адамдар бар, ақшалары көп, байлығы бар да. Біз мысалы осыны деген уже 8 жылдың ішінде 2,5 миллиард ақша инвестировать еттік өзіміз ауданымызға, осы жұмысқа, осы ем. Оның бәрі кредитование. Кредит. Бізге ешкім деген үйіп салып берген жоқ. Жылда келген ақшаны қайтып соған саламыз, қайтып өзгертеміз. Басында бір корпус болса, қазір 8 жылдың ішінде корпустарымыз көбейді. 4 гектар жерінде санаториymыз бар. Жақсы. Екі сөзіңіздің бірінде ағаларың дейді екенсіз. Қарап отырсам, екеуіңіздің араңыздағы бір ерекше байланыс бар секілді. Бар. Енді оны құпиясымен бөлісе аласыз ба? Біліп отырайық. Біліп отырсаңыз, өйткені біздің де екеуміздің енді бастап келе жатқан бизнесіміз ары қарай дамып кету үшін не істеу керек? Енді ағаларыңызбен мен танысқанда мен 16 жаста болдым. 18-де деп айтама деп тұрсам. 16 жаста болдым. Ағаңыз 18-де болды. Содан кейін ағаңыз көргеннен кейін бір 5-10 минуттың ішінде айтты, давай шай ғой деп. Все равно ертең менің жолдасым боласың деп. Әйелім боламыз деп. Мен айттым, енді Россияда өскен балдарымыз ғой, біз енді Орынбор облысында. Сонда тек біздің үйге случайно келіп қалды, менің ағама. Сонда мен шай әзірлеп атсам, ағам айтады, шай ғой бізге деп. Мен қойшы, мен кетіп баратырмын, асығып баратырмын деп. Қойдым да, кетейін деп атырмын. Сонда жолдасым айтқаны бар. Давай шай ғой. Все равно мен келіншегім боласың деп. Кетші барып, пошел к черту деп. Жаңа кетіп қалып едім ғой. Содан кейін мен онда тоқта жұмыс жасаймын, 9 бітіргеннен кейін. Ауылда біз бәріміз жұмыс жасадық қой, мектептен кейін.
Сосын тоққа келіп жаңа жақындап танысты. Содан кейін хат жаздық. Біз деген қазіргі балдар сияқты кездескен жоқпыз мысалы. Со августте мені көрсе, артынан кейін ноябрьде каникулға келді. Сонда үйге келді. Көрші ауылда тұрады ғой. Қазіргі айтсаң, бәр балдарға бұл сказка, да? Ертегі сияқты. Ертегі сияқты, я. 18 километр жерде ноябрь айда, онда деген боран деген, қар деген төбеге дейін болады. Ат мініп, тұлып киіп келген. Сонда есік алдында шықтым да бір 20 минут әңгіме айттық та, содан қайтып атына мініп кетіп қалған адам. Өзінің ауылына. Көру үшін тек да, бір 20 минут сөйлесу үшін. Содан кейін мен уже 10 бітірдім. Ол апрель айында армияға кетті. Мен 10 бітіргеннен кейін Орынборға медучилищеға оқуға түстім. Ол 2 жыл армиядан біткеннен кейін келіп, былай андасында бір кездесеміз. Армияға кетіп барғанда бір көрдім, отпускіге келгенде бір көрдім. Содан кейін келгеннен кейін үйленем, хат жазады. Армияда жүргенде хат жазады. Вахтаға кірсем, общежитие тұрдым ғой, вахтаға кірсем, қыздар күнде хат келеді ғой, күнде жазады. Айтсам, 2 жыл армияда болды ғой, бір чемодан хат болды ғой. Ол хаттар әлі сақталған. Тойдан кейін жағып жіберді ғой. Мен айтам, неге сақтатқызбадың? Бір чемодан хатымды арқалап бардым ғой, тұрмысқа шыққанда. Сол чемодан хатымды көрсетсем, алды бір хат. Сол чемодан мен жағып жібердім. Өзі, может, ялған шығар, не, білмеймін. В общем, неше түрі конвертті былай көтерсең, ана жерде мынандай индекс болатын нелер бар ғой. Сол жерде люблю деп жазылып тұрады ғой орысша. Осындай енді 43 жыл өмір сүріп жатырмыз бірге. Өзіміз де қазір зейнеткерміз, ағаңыз да зейнеткер, өзім де зейнеткермін. Аллаға шүкір, ризамын. Өміріме ризамын. Еліме ризамын. Так что бұл көп жастар, конечно, үйрену керек. Талайы болады ғой, енді. Келіндер бар, немерелеріміз бар, қызымыз бар. Алматыда біздің өзіміздің филиалымыз бар. Сол филиалды қызбен күйеу баламыз жүргізіп отыр. Ол жерде де емге барады, 1-ші, 2-ші, 3-ші топ мүгедектерді аламыз. Осы біздің емнен кейін өте жақсы күш қуат алады адамдар. Бір сондай мысал келтіре аласыз ба? Мысалы, осылай келген адам, осынша уақыт бізде емделіп, осылай жазылып деген сияқты бір мысал. Былтыр ноябрь айында Астана, Алматыдан, ол біз деген Инстаграмға салдық. Орыс келіншек Светлана деген, жаңа Собезден жіберген ғой, барыңыз деп. Қызы, 13-тегі қызы, врожденная дисплазия тазобедренных суставов, орысша айтқандай диагноз. Қызын алып келді. Реабилитационный блокта жатты, жаңа Собезбен келіп жатыр ғой. Сосын бір күні просто мен кірдім, сол жаққа кірсем, ана келіншек жүріп келіп мені құшақтап жатыр. Рахмет, мен түсінбедім. Не болып қалды десем айтады. Бүгін деген мені 4-ші күн қызы 2 балдақпен келді. 4-ші күн балдағын тастады, құшақтап мен жаңа. Сосын отырғыздым да, креслоға сөйлестім де, жаңа телефонымды аштым да, жаңа запись жазып жатырмын ғой. Сол жерде түсіндіріп жатыр сразу. Осылай Ақтөбеге 5 санаторийға заявка бердік, 5-еуі де бізге отказ берді дейді. Енді жыл бітіп жатыр. Уақыт қазір использовать етпесек, ана уақыты өтіп кетеді де, күйіп кетеді. Сосын Ақтөбе шықты дейді, сіздікі зару деген. Енді Алматыдағы жаңа неге Собездегі айтып жатсақ, қандай санаторий олар еді, біз білмейміз. Но бізде порталда бұлар бар. Енді сізге қабылдап жатса, бара беріңіз деп. 2000 шақырым келатырым дейді. Қызды алып келатырым. 2 қолында 2 балдағы бар. Переживать етіп келатырым, не екен, қандай екен деп. Енді мені 4-ші күн мынандай результат көріп жатырмын. Қызым более спокойный, сосын өзі жайлап, аяғына басып, балдағын тастап. Бізде видео бар. Уже 10 күннен кейін, вообще қыз деген столовыйда кісілерге жаңа түсіндіріп жатты, сол жерден тұрды да былай өзі келді аяғымен. Содан кейін біз онымен байланыстамыз қазір. Үйіне барғаннан кейін анализдарын тапсырса, анализдары өзгеріс. Именно медицинада бар, костная мозоль. Алдында жаздай операция, 4 операция өткен ғой.
костная мозоль между тазобедренным суставом, суставтың ортасында костная мозоль өскен. Сол деген аяқты уже выравнивать етіп, жеңілдеу. Соның снимкаларын бәрін маған беріп жіберіп отыр. Енді бұл бір не да. Енді биыл тағы келатыр. Вот Светлана менде статусын постоянно қарап отырады, нетіп отырады. Биыл тағы сізге заявка бердіміз, келемін деп. Қызы деген жаңағы музыкальный инструментте ойнайды екен. Қазір қандай настроениесі баланың, жастар ғой енді деген өзі қалай сезінеді. А мынау деген өзі жүреді, балдақ тасымайды. Сондай жақсы результат болды деп. Енді бұндай результаттар көп. Бізде Атырау жақтан Даир ағай деген бар. Ол кісі рак кишечника болды. 21 жыл. Алматтан жаңа операция жасап, химия жасап, бізге хабарласты телефонмен. Мен ол кісіге айттым, Даир аға келмей-ақ қойыңыз. Сіздің диагнозбен біздің мына процедуралар болмайды, бәрі ісі. Пантовый ванна, бұл деген адамның денедегі сероводород, токсин шығарады. Ол мына суставтарға жылытады ғой. Бізде бәрі ауру салқыннан. Баяғыдан денемізге кіріп қалған салқын, ол деген дүз болып қатып атады, соның бәрін шығару керекпіз. Пантовый ванна сізге оны болмайды. Жаңағы қыздыртатын жаровнямыз бар, ол да болмайды сізге, келмей-ақ қойыңыз. Мен сізге пантогематогенді жіберейін, сосын жаңағы соны ішіп, үйде сол сізге иммунитет береді, көтереді, содан пайда болады, аблай келмей-ақ қойыңыз. Ол кісі маған айтты, жоқ, айналайын, мен барым келіп отыр. Маралдың сорпасын ішкім келіп отыр. Еміңді бермесең де ақшаңды төлеймін. Онда деген біз 5-6 адам, көп адам емес қой. Бізге персоналға ақша төлеу керек, жаңағы содержаниесі бар, несі бар. Енді ақшаны өзгерте алмаймын, даже ем алмасаңыз да дедім. Жоқ, мен бара берем, келем, жатамын, Маралдың сорпасын, сосын сіздің табиғатыңызға мына пантогематоген ішуге барамын деді. Келді, менде де оның живой отзывы бар. Ол бір жыл келді, сол жыл келгенде басында қара шапка, шашы өспеген, химиядан түсіп қалған ғой. Түрі деген сарғыштау, кожасы жаңа осындай болып келді. 10 күн ішінде ерекше болып кетті. Содан кейін, бір жылдан кейін қайтып келді. Бір жылдан келгенде как раз мен отзыв алдым. Ол сол жерде адамдарға айтып жатыр. 10 күн жатып кеттім. Барып үйге анализім тапсырсам, анализім 60-70% өзгеріс. Алматыға звондадым. Олар айтты, келіңіз, ПТКТ кишечнигіміз жасадым, даже операцияның ізі қалған жоқ. Сондай результат. Көйті бір ай жарымның ішінде. Енді ол кісі былтыр тағы келіп кетті, осымен уже 5 жыл болып қалды. Айтайын дегенім, біздің пантогематоген, ол онкологияны емдемейді. Біреулер ойламасын, біз барамыз, сол жерден емделеміз. Жоқ, ол деген онкологияны емдемейді. Онкологияны емдейтін өзінің дәрілері, өзінің қарайтын дәрігерлері бар. Пантогематоген только күш-қуат, иммунитет көтереді. Бізде иммунитетіміз мықты болса, қанымыздың составы дұрыс болса, сонда мына дәрілер не бермейді. Мысалы, дәрілер қатты ғой, онкологияның дәрілері. Қасында побочка, бөтен нелерге, органдарға қанды өзгертіп жібереді, қанның составы өзгеріп кетеді. А мына жерде пантогематоген – это эритроциты, эритроциты, қызылған. Бұл тромбоциты. При онкологии тромбоциты, эритроциты азаяды. Аққан көбейеді, лейкоцит көбейіп кетеді. Поэтому жерде деген, мен тағы да айтамын, бұл деген емдемейді. Бұл тек иммунитет көтереді, күш-қуат береді, көмектеседі ананы, ауруды жеңілтуге. Вот, сондай. Потому что көбі деген, барамыз жоқ, сіз өздеріңіз емдеріңізді, өзіңіздің дәрігерлеріңіз, мысалы, шекер нормализоваться етеді. Шекер неге нормализоваться етеді? Потому что қан сұйықталады. Қан сұйықталғасын шекерде түседі. Ондай результаттар тоже көп бізде. Мына енді әрбірін айта алмаймыз ғой, әрбірін көп-ақ ол. Енді біреу сенеді, біреу сенбейді. Жалпы мындай ғой, осылай БАДы болсын, бізде өте көп Қазақстанда, негізі аз деп айта алмаймыз, иә. Бірақ дегенмен ол бір адамға өте жақсы әсер етуі мүмкін, бір адамға олай қатты әсер етпеуі мүмкін, немесе керісінше әсер етуі мүмкін.
жалпы сіздің өнім емес, БАДыйды айтып жатырмын да. Сондықтан көрермендерге айтатын нәрсе ол кез келген нәрсені өнімді тұтынуда алдына ала ол дәрігермен міндетті түрде кеңесу керек қой. Барып, мысалы, бір жерден көріп, ұнатқан екен, осылай көмектескен екен деп, олға барып, бірден сол дәріні немесе БАДыйды ішу кеңес берілмейді. Ол міндетті түрде дәрігердің алдынан өту керек. Сол нәрсені көрермендерге жеткізу керек сияқты. Сіздерде, мысалы, мен түсінгенім бойынша, сіз айттыңыз жаңағы, дәрігерлері жіберді, медициналық неден барды деп, яғни бізде ол порталда бар ма сіздің санаторий? Біздің санаторий порталда бар. Бізде жаңағы дәрігерлік лицензиямыз бар. Санаторийный лицензиямыз бар. Біз жасап атқан бәрін ол деген заң бойынша жасап атырмыз. Өзімізге заңға келмейтін нені біз жасамаймыз оны. Ол адамның денсаулығы, это бірінші бақыт, оны деген байлық, бірінші байлық, оны деген біреуге жаңағы қажет емес затты жасап, мойнымызға ондай не алуға өте қиын зат. Біздерге санаторийға келеді. Бірінші, екінші, үшінші топ мүгедектер. Көп олардың диагностикасына қараймыз да, мынаны сізге болмайды десек, ұрысып, жаңа керісіп, неге маған болмайды, түсіндіріп айтамыз. Бұл сіздің денсаулығыңызға зиян келтіреді. Бізге жалко емес. Енді соншама біздің иногда түсінбейтін адамдар болады, настаивать етеді ғой. Мен айтамын, онда сіз өзіңіздің ерлігіңізбен өзіңіз алғыңыз келіп отыр, істеткісіңіз келіп отыр, пожалуйста, міне расписка жазыңыз. Жауапкершілік өзің мойныңызда. Да, жауапкершілік өзіңіз мойныңызға алыңыз. Маған бәрін түсініктемесін айтты, мен өзім жағдайыммен алғым келіп отырмын деп. Яғни сіздің санаторияға барып жатқанда міндетті түрде дәрігер қарайды, содан кейін соған тиісті ем-домын айтады. Да, солай, дұрыс бәрі. Сол маңызды. Сосын мен айтайын дегенім, бізде көбі келеді де айтады, мен 3 күнге келейін, 4 күнге келейін, 5 күнге келейін. Бізде ең азы 7 күн. Ол деген мына технология профессора Павленко, мына научная работа, біз осы кітаптағы затпен жұмыс жасап жатырмыз. Біз дымда аспаннан салбыратып өзіміз шығарған жоқпыз. Мына кітаптың 30 жыл бұрын шыққан, мына научное издание, монография. Мына жерде способы консервирования панты как лекарственное средство, неше түрі содержаниедан түсініктіме. Мына 30 жыл бұрын шыққан кітап, енді бір Алла тағаланың қолдауымен менің қолымда болып қалды. Осымен біз жұмыс жасап жатырмыз. Келген адамдар мына панты лечение болғанда ем болды. Бірінші, екінші, үшінші күн, 3-4 күн арасында денеде өзгеріс болады. Ауырған, например, аяқтары, тізелері ауырған, ол деген обострение береді, қозғалады. Әрбір орган, почка болсын, печень болсын, қозғалыс болады. Қозғалыс болғанда кішкене обострение береді. Например, ауру қатайып, қайтып ауыра бастайды. Дискомфорт. Да, дискомфорт. Потому что арасындағы дүзі жібіп жатыр, ванныйға түскеннен кейін дененің бәрін жұмсартып жатыр, да. А көбі, мен 3 күн келейін, мен айтам, маған 3 күнге келмеңіз. Ол 3-4 күн ішінде солай болады да, одан кейін уже улучшение болады. 5-ші, 6-ші, 7-ші күн болғанда уже результат шығады. Уже жеңіліс, шекер нормализуется, давление нормализуется. Адамдар білет көбі. А мен айтам, сен аяйсың ба дейді. Мен айтам, мен аямаймын. Сіз 3 күннен кейін обострениемен шығып кетесіңіз де, айтасыңыз, заруге барып едім, ауырып қалдым деп. Температура көтеріледі. Біреудің өттегі өті айналысы, сол жерде кішкене жидкий стул болады, стулдың жаңағы несі өзгереді, потому что қимылдап жатыр ғой, жұмыс жасап жатыр. Өзгеріс болып жатыр. А оны түсінбей кетіп қалған адам 3-4 күннен кейін мен өзім жұмысшыларыма да айтамын, 3-4-5 күнге алмаңыз. Олар кетіп баратқанда уже ауырып қалдым деп, сондай ертең не шығады деп. Ондай случай жақында тоже осы өткен жылда октябрьде ме, наверное, Бенюден бір азамат отбасы азаматтар келді, әйелімен бірге. Сосын ол кісі айтады, мен осы жаққа қонаққа келдім, Мартукке.
6 күнге келдік, бір 3 күн сізде жатып кетейін. Мен айттым, жоқ, 3 күнге жатпай-ақ қойыңыз, керек емес дедім. Жалко ма, енді екеуміз 6 күнге ақша төлеп тұрмыз ғой. Ақшасыз мен айттым, маған ақша емес, маған сіздің денсаулығыңыз дұрыс болу керек. 3 күнге алмаймын. Сосын сөйлесіп тұрды, әйеліне, 6 күн боламыз ғой, 6 күн жата берейікші деп. 6 күн алды. Мен өзім сол Аллаға ризамын, өзім айтады ғой, интуиция, внутренний сезім. Мен соны сезген шығармын деп айтамын, ойлаймын. Мысалы, ол оказывается почкасы ауырады екен. 2-3 күннен кейін ана почкасын қозғалыс, сол бір күні өтсем, отыр екен, лечебный қасым, қабағы былай түйелеп отыр екен. Менен кіші екен ғой, енді былай айтып жатырмын. Бәріне де ағай, апай деп сөйлеймін. Ағай, қалайсыңыз десем, ой, білмеймін, шамалы ауырып отырмын. Ничего, бәрі жақсы болады дедім де, ничего, бәрі жақсы болады, ертең шыққанша дедім. Кетіп қалдым. Енді 5-ші күн келіп кабинетіме айтып тұр ғой. Рахмет, менде почкам ауыратын еді. Өте ризамын, белімде қойды ауруға. Ана қозғалғаннан кейін почкасы ауырғасын, бел ауырған ғой. Риза болып кетті. Сондай жағдайлар болады. Енді көп ризамын, өзім жаңа интуиция, ол деген тоже бір Алланың несімен неткен шығар. Сол жерде 3 күнге алсам, 3 күннен кейін қалай кетіп қалады еді ол? Ауырдым деп кетеді. Ауырып кетеді. Бәріне жаяды, ауырдым деп. Иә. Болады, анда ендігі адамдар болады, оларға түсіндіріп айта алмайсың, жеткізе алмайсың. Бір жақсы зат жеткізіп түсіндіріп айтайын десең, өздерімен болып тұрады ғой. Енді оларға да солай жаратылған шығар деп солай келеміз, сондайға. Жақсы, өте тамаша. Шыны керек, жаңа өз сөзіңізде айтып жатсыз, өзіміз де байқап жүрміз. Соңғы уақытта елімізде денсаулықтары сыр беретін адамдардың саны көбейіп бара жатыр. Иммунитеттері нашарлап жатыр деген секілді. Бұл ең бірінші 2-3 себебін айта аламыз ба? Осыдан айта аламыз. Бірінші, енді табиғаттың өзгерісі бар. Екінші, біздің ішетін ас тамақтарымыздан. Қазір балдардың аурулары көбейіп кетті. Мен айтам, аурулардың көбі жасарып кетті деп. Гастрит, суставной заболевание, артроз, артрит. Артроз, артрит, суставтар. Баяғыда енді 60-тан 70-ке кеткен адамдар белім ауырады, жерім сырқайды десе, қазір алысқа бармай-ақ қояйық, осы 30-дағы, 35-тегі өзіміздің жас жігіттер, келіншектер кешке қарай үйге келгеннен кейін, ой, белім ауырып тұр, аяғым ауырып тұр, шаршап тұрмын, денем бәрі сырқырап тұр, шаршап келдім деп. Рас. Ол рас. Ол деген не зат? Біздің табиғатта қазір өте көп сероводород. Сероводород денедегі, мына орысша айтқан, разрушает костную систему. Біз онымен демаламыз, ол бізде терімізден кіреді, ауыз-мұрымыздан кіреді, бәрі жерден кіріп жатыр, біз оны байқамаймыз ғой. Сероводород жүрген байқамаймыз оны. Ол сондай өзгеріс береді. Көбінің шашы түсіп қалады, жаңа беттері өзгереді, терілері өзгереді, ол содан. Оны мына біздің Пантовый Иван, мына жерде кітапта жазылып тұр, выводит из организма. Соли тяжелых металлов, сероводород, токсины. Токсиндер біздің денемізден шықса, біз өте өзімізді жеңіл көреміз. Тұздар шықса, сүйектеріміз көп ауырмайды. Сондай енді кішкентай балдардың жаңа тамақтан. Біз деген енді өзіміздің үкіметімізде ғой келіп жатыр, жетпей жатыр, қазіргі мезгілде натуральный продукт, соның ішінде бәрі витамин бар. Баяғы біздің айтсақ, жаңағы батырларымыз не жеді, не ішті? Дүкендегі чипсы жеді ма? Дүкендегі кол ішті ма? Немен батыр болды? Күші неден болды? Табиғи өніммен. Біздің табиғат, мен өзімде бәріне айтамын, жастармен кездескенде, біздің жер анамыз, ол тірі зат. Жерге дән түссе, дән өсіп жем болады. Жемнен нан шығады. Жеріміз тірі зат болмаса, не өседі? Ана жеріміз, неге біз айтамыз? Ана жеріміз деп. Ана жеріміз бізге дән беріп отыр, бізге малымыз шөпті жеп, малымыз өсіп жатыр. Ол бәрі ана жерімізден шығып жатқан зат. Біз ана жерімізді өзіміз сақтап, оны бұл табиғаттың ресурсы да бітіп жатыр.
біз суымызда, жерімізде азайып жатыр. Жердің құрымы, құнары ол да кетіп жатыр. Не үшін? Бізде табиғатты қарамаймыз дұрыс. Бар затты бүгін көзіммен көреміз де сындырып кете береміз, қарамаймыз, бақпаймыз. Ол қалай дамиды? Біз оны дамытпасақ, өзіміз қолымызбен риза болып, жерден осындай табиғат шығып жатыр, нанымыз шығып жатыр. Сосын айтайын дегенім, мына біз деген жеп жатқан тамағымыз бәрі ол деген тірі зат. Тамақты үйде дайындап жатқанда өзіңіздің жаңа көңіл күйіңіз жақсы болса, қандай әдемі, дәмді болып шығады. Потому что ол естіп тұрады, ол сезіп тұрады мына тамағымыз. Мысалы біз деген тірі зат жемесек, айтады ғой орысша айтқанда, мертвый да или живой деген. Біз жеп жатқан тамағымыз мына бәрі ол тірі зат. Жақсы тамақ жесек, настроениеміз өзгереді, настроениеміз жақсы болады. Кейде болады ғой, бір тойып тамақ ішесің, бірақ не жегеніңді білмей қаласың. Кейде болады, кішкентай ғана нәрсе жесең де бір ләззаттанып, рахаттанып жейсің. Вот соны мен айтам. Мен жастарға да өзім жаңа келін балдарыма да айтам, настроениемен күшті, бұл деген естіп тұрады ғой. Или мына долгосрочное хранение. Мысалы деген молочный продукты айтамыз ғой. Самый көп 7 күн, 3 күннен 7 күнге дейін сақталады. Ол ішінде бәр жаңа витамин бәрі сол мезгілге дейін сақталады. Или 2 жылдық тұратын сүтіміз, или 2 жылдық тұратын қаймағымыз, ол не бар ол жерде? Консервант көбі. Поэтому таза өніміз, еліміздің өніміз, ол бізге күш-қуат, денсаулық беретін. Балдарға да мына қазір дүкендерде неше түрлі затты алып бере береді. Аяйды, бала сұрайды. Балаға түсіндіріп айту керек. Бұдан қандай көмегі бар, қандай зияны бар екен. Өзіңіздің немерелеріңізге? Немерелерімізге айтамыз, үйретеміз. Атасы оларға жаңа майлы тамақ жегенін, жаңа таза тамақ жегенін, келгенде жаңа бәр үйдің тамағын олар деген айтады ғой. Жақсы көреді, не? Бешбармақ жақсы көреді менің немелерім. Самый лучший бешбармақ чей десек, олар макин дейді. Олар менің әже деп айтпайды, мака дейді. Макин деп. Енді действительно жақсы көріп, өзің жаңа жақсы немен жасасаң, ол деген бәрі дәмді болады. Әрбір адамның өз несі бар ғой, қасиеті бар. Маралдың өнімінен бірінші бізде санаторийда сорпа. Ол деген мүйізін біз кесеміз, мүйізін сақтаймыз. Бізде үлкен жаңағы итальянский холодильный оборудование бар, шоковый заморозка дейді. Соның ішінде мүйіздердің бәрі кесіп, соның ішіне қатырып қоямыз да. Керек уақытта мына пантовый ванна дейді ғой, мүйіздерді 18 сағаттан 24 сағатқа дейін қайнатып, мүйіздің ішіндегі құрамында смоласы бар, жиры бар, қаны бар, сүйегі бар, сүйектің составында неше түрі микроэлемент бар. Сол мүйізді прям каша болғанша дейін қайнатып, уже құрамын бәрі ана сорпаның ішінде болады ғой. Сол сорпаға түсіреміз. Қытай мүйізден пантокрин жасайды, оны ішкізеді. Біз пантокриновый ваннаға түсіріп жатырмыз. Вот сол мықты өзгеріс береді. Осы отвармен ингаляция жасаймыз. Астматический синдром, танзелиты, хронические воспалительные верхних дыхательных путеге өте жақсы. Астмамен 6-7 айға дейін ремиссия береді. Тоже результаттар көп, оны айтайын деген. Мүйіз соған. Мүйізді біз шетелге ешқайда сатпаймыз. Өзіміздің елімізге, енді мына филиалдарға жібереміз өзімізге, соланы қайнатып. Әрбір жерде, әрбір филиалда біздің өніміз, өзімізден шығарады. Өзіміздің өніміз. Маралдың еті состав өте жақсы. Бұл деген холестерин жоқ етте. Еті өте дәмді, өте жеңіл. Шынды айтсам, әлі жеп көрмеппін, дәмін көру керек екен. Келіңіз бізге Ақтөбеге. Бізде маралдың еті санаторийда күнде жүреді. Бір неде тағамда, мысалы сорпада жүре ма, или екінші тағамда второй блюдода жүре ма, мысалы фарш болып, там не болып, қуырдақ болып жүре ма, күнде беріледі. Ол да емге жатады. Маралдың еті. Біз өзіміз маралдың етін қолданамыз, өте жақсы.
Жана сіз бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, ол күнделікті пайдалануға жатпайды деп. Яғни сіздің санаторияңызға немесе жаңағы емдік курсты алуға жылына 1 рет келсе, немесе 2 рет келсе, ол жеткілікті болады, бір адамға. Біздің мына курсымыз 7 күн санаторный курс болса, ең азы 7-10-14 күнге келуге болады. Ең азы 7 күн болса, пантогематогенді сұйықтай алып кетіп, где-то тағы бір 15 күнде үйде ішуге. Сонда 1 жылдық результат. 1 жылдық результат. Мысалы, мен өзімді айтсам, жылына 2 рет ішем. 20 күндей холодильникке қойып, прям өзім сезіп атам, например, кішкене бір шаршау келді, бір настроением өзгеріп, бір шаршап, бір постоянно демалғым келіп, сондай болып атқанда, пантогематоген 20 күнде ішіп тастайым, сразу энергия, заряд и вперед десем. Енді соңғы сұрақтардың бірі. Давайте. Елімізде енді туризм саласын дамытамыз деп жатамыз. Соның ішінде жаңағы медициналық туризмді алып жүру, жалпы дамыту қиын емес па? Немесе екінші сұрақ мынандай болады. Елде медициналық туризмді дамыту үшін қай жеріміз ақсап тұр? Қалай жұмыс істеу керек? Мына біздің еліміздегі туризм, медицина туризм дамыту керекпіз. Өзіміз енді сол салаға жатып жатырмыз ғой, енді туризм. Енді ауылдық жерде бізде қазір туристический зона ғой, бұл келіп жатыр адамдар. Өзіміздің еліміздің осындай ем бар екенін көрсетіп жатырмыз. Дамыту бірінші, өзім деген мен Атамекен палатада отраслевой совет туризмда. Мен айтайын деген, енді бәр жерде медицинский туризм керек. Әрбір облыста өзім былай тексеріп қарап отқанда 15 мыңнан 35-40 мыңға дейін бірінші, екінші топ мүгедектер по ауруымен бар. Неше түрі ауру? Давление, жүрек, состав, аллергия, неше түрі бар. Оларға бәріне ем керек. Олар бәрі ем ала алмайды. Қолына жеткімек, бар алмайды, то ақшалары жоқ жолға бар. Әрбір облыста бұл болу керек. Айтайын дегенім, көп жақсы жерлеріміз бар. Ол жерге дамыту. То инфраструктура ғой бірінші. Жол жоқ, сосын жаңа интернет, где-то суы дұрыс емес, сондайды өзгеруге. Енді дайын туризм ашамыз деген адамдар бар. Ақшаларымызды нетеміз деген адамдар бар. Но оны жаңағы қайтарым өте жолы өте ұзақ. Туризмге дамытқан ол деген жоқ дегенде 5 жыл, 10 жылдан кейін қайтарым болады. Оған дейін салу керек бесконечно, как маған айттым ғой жаңа Катон Қарағай айтқан, не істесіңіз оны, өте қиын болады деп. Қиын емес. Бұлай өзіңе мақсат қойған адамға дымда қиын емес. Өзің жаңа дегеніме жетем десең, жете бересің. Қиыншылықты аттап өте бересің. Енді қасыңда жаңа көмегің отбасы, поддержка сол. Сол үкіметтен бәр туризмға біздің Қазақстан, мен сұрайтын, жаңа субсидия бермей ақ қойсын. Керек емес субсидия. Енді субсидия-то бесплатно ғой, бесплатно бермей ақ қойсын. Но маленький процентпен кредит берсін. 2,5 ба, 3 ба, 4%пен берсін. Қайтарым болады, ол қайтады үкіметке. Бесплатно көп айтады ғой маған субсидия бергенде, оны сен үкіметке қайтпайды да, сен оны қайда жүргенін білінбей қалады. Бермей ақ қойсын субсидия. Еңбексіз келген есепсіз кетеді деген. Өзім айтайын деген, субсидия бермей ақ қойыңыз. Мен үкіметтен субсидия алып атқан жоқпын, дымдаға. Но кішкентай процентпен берсе, мына каникулы 1 жыл, 2 жыл, одан кейін жайлап дамып кетеді и ақшаны үкіметке қайтып береді. Сондай бізде кәсіпкерлер көп. Бірге кездесеміз, сөйлесеміз. Сол кішкентай процентпен берсе, бізде дамиды. Сонда
Бізде көп жерлер бар ғой, елімізде көп жақсы жерлер бар. Табиғаттары қандай, таза су жерлері бар. Бір жердің құмы жақсы, ем береді, ыссы құмдар да бар бізде. Біз бөтен елден ешкімнен жаман емеспіз. Кем емеспіз. Кем емеспіз. Біздің елім артығымыз көп. Біз соны өзіміз қолдану керекпіз. Өзіміздің елімізді дамытып, болашақта немере, шөбере, балдарымызға, бізге ата-бабаларымыз қандай жер қалдырды? Осының бәрін сақтап, болашаққа өзіміздің елімізді қалдыру керекпіз, болашаққа балдарымызға. Сіз Қазақстанды қатты жақсы көреді екенсіз. Өте жақсы Мен көремін. сияқты Вы знаете, мен шындықты айтсам, шетелдің қай жерінде болмадым, бір 20 шақты елде болдым. Үйге асығамын ғой. Даже Алматыда жүрсем де Ақтөбеме асығамын ғой. Хотя мен деген өзім Орынбордың қызымын ғой, енді деген уже почти 40 жылдан астық Ақтөбеде тұрамыз ғой. А вообще өзіміздің қазақ елімізге дымда жетпейді. Біздің ел өте жақсы еліміз. Но қазіргі мезгілде еліміз өзгеріп баратыр. Жеріміз емес, адамдар өзгеріп баратыр. Адамның көзқарасы өзінің жеріне өзгеріп баратыр. Неге ол тек өзінің қарабасын ойлайды? Көбі тек өзінің қарабасы. Біз неге бірімізге қолымыздың шетін беріп, көмектесіп, қолдап, біріміз неге біз біріміздің көзіміздің шұқимыз? Біз бір ел емеспіз бе? Біз неге қазақпыз деген, бөтен жаққа барғанда, бөтен елге барсақ, мә қазақ деп біздерге таң қалады олар деген. Любой ел барамыз қазақ деп бізді қазақтарды соншама сыйлайды. Соншама сіздің еліңіз қандай. Мен ешкімді жек көрмеймін. Алла тағала бір осы жерге неше түрлі елді жіберген, бәріміз бірдейміз. Біріміздің тілі бөтен болсын, неміз болсын, түріміз болсын. Но біз осы жерге бір миссиямен жіберілген елміз. Әрбір адам миссиямен келген. Мысалы, айтайын деген, неше түрлі адам болады ғой. Мен біреуінде нетпеймін. Біреу деген ауырып келеді елге, оға бір какой-то сынақ берген. Біреудің үйінде мүгедек адам болады, мүгедек бала болады. Қазір мүгедек балдар көбейіп кетті. Ол где-то семьяның өзінен де болады, да? Мысалы, уақытымен қарамады, оларға бір сынақ берген шығар, қалай сен осыны өтесің, қалай бұнымен қолданасың, қалай бұны қандай жол табасын бұдан шығатын деп. Соны иногда ойламай қалып, қарамай қарады, уақытымен не деп ойлаймын. Мен олардың біреуінде осуждать етпеймін. Оларға солай берілген. Біреу соны аттап, мысалы, көп балдар бар ғой, жаңа қарасаң, уже, аутизм, допустим, қарасаң, уақытымен лечить етіп алған, ол уже мектеп бітіріп жатыр. ДЦП-мен бала бар. Осы Астананыкі жақында форум болды, саммит деловых женщин Казахстана. Мен сонда болдым. Сол жерде біздің Қазақстанның ерекше баланы асырап, ол қазір мұсылманский банктың зам директоры. У него ДЦП врожденный. Ол деген, анау деген ата-анасының қандай батырлығы. Ол деген ешкімге жалғыз еткен жоқ, ешкімге жүгірген жоқ. Сенің күнәң бар, үкіметтің күнәсі бар, тағы біреудің күнәсі деген жоқ. Өздері соны арқалан. Қазір сол баласы тұрмыста, 3 па 4 па немересі бар. Вообще бұлдай историялар біздің Қазақстанда өте көп. Соны бәрін шығару керек, адамдар көру керек. Өзгеріс болу керек. Балдарды үйде үйрету керек, неше затқа көрсету. Қазақстанда не бар екенін десем. Рахмет. Жақсы. Рахмет сізге. Рахмет көп. Байқаған шығарсыз, мен қасымда отырған ведущий ханым бүгін бір ерекше әдемі болып отыр. Маған киім ұсынған Астана қаласындағы Энджоу киім дүкені. Егер әйелдер қауымына сапалы әрі сәнді киімдер қажет болса, сонда барып көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Оның үстіне өздері тігеді екен киімді қыздар. Өте жақсы екен, ерекше. Апалы сіңілі екі қыз өздері тігіп, өздері сатады. Өте ерекше жақсы. Біздің елде, мен айтам ғой, көп адамдар бар. Неше түрін қолынан келетін, қолынан май ағызатын,
кейде солар әдемі көрінбей мынандай. қалып жатады. Рахмет келгеніңізге. Осы өзіңіз жаңа миссиям деп айтып жатсыз ғой, осы миссияңыздың жақсы өтуіне тілектес. Біз сіздің еміңізді алған біздің азаматтарымыздың денсаулығы мықты болсын, еңбегіңізге табыс тілеймін. Рахмет көп. Рахмет, сұхбат беруге уақыт тауып келгеніңіз үшін, және де тағы да бір рет құттықтаймыз. Енді ұлттық өнім деген 9-шы мәрте ұйымдастырылып отқан үлкен бір көрме ғой, соның жеңімпазы атанып отқаныңызға өте қуаныштымыз. Биыл Даяна ұлттық өнім көрмесіне 600-ден астам компания қатысты. Солардың арасында оқ бойы озып шығып, құттықтаймыз тағы да. Көп рахмет айтамын. Рахмет еліме айтамын. Елімнің арқасында осы жетістікке жетіп отырмыз. Көп рахмет. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Құрметті көрермен, осымен кезекті шығарылым өз мәресіне жетті. Өздеріңіз көрдіңіздер, бүгін бір ерекше қонақ болды. Астында пікір қалдырыңыздар, мүмкін сізде осы жаңағы пантагематогенді қолданып көрген шығарсыздар, қалай әсер етті, ойыңызбен бөлісіңіз. Қайта қауышқанша сау болыңыздар. Рахмет.